Күшті вообще, супер. Супер ғой мынау. Жұмсақ қой. Кеші толықтай піседі, асты да піседі. Қыздар, бұл кәдімгі нан сияқты емес, одан да тәтті болып келеді. Күшті жасап көріңіздер. 200 грамм су, 200 грамм сүт қажет, және 1 ас қасық дрожж, 2 ас қасық қант, және 1 шай қасық тұз саласыз. Барлығын жақсылап араластырасыз, және 60 грамм сары майымызды ерітіп аламыз. Осылай еріген күйінде құямыз. Бізде барлығы жылы болуы керек. Сүтіңіз да, суыңыз да, сары майыңыз да ыстық болмауы керек. Қыздар, соған мән беріңіздер. Ұнымызды осылай бөліп салатын боламыз. Видеода көргендей, мінекей көрдіңіздер ме? Қолыңызға жабысып тұратын қамыр илейсіздер. Одан кейін 1 ас қасық немесе 2 ас қасық сұйық майымызды осылай құйып, ең соңында тағы бір жақсылап араластырып илейтін боламыз. Сол кезде сіздердің қамырларыңыз қолдарыңызға да жабыспайды, және көтерілген кезде де өте жақсы көтерілетін болады. Көрдіңіздер ме, қыздар, жұмсақтығы қалай екенін? Жұмсақ болып шығады, булочкидің қамыры сияқты. Одан кейін үстіне осындай пакет жабасыздар ма, болмаса ауа өтпейтіндей қылып орап тастайсыздар ма? Енді осыны көтерілуге жібереміз. 30 минутта көтеріледі, мүмкін 40 минутта көтеріледі, үйіңіздің температурасына байланысты. Жұмсақ болып осылай көтеріледі, және қатты оны қайтадан мыжып илеп тастаудың қажеті жоқ. Тура видеода көрсетілгендей етіп илеп аласыздар, болды. Одан кейін бірдей қылып пышақтың көмегімен осылай бөліп аласыздар. Егер қыздар бұлай бөле алмайтын болсаңыздар, осылай мен секілді таразына қойып қойыңыз да 120 граммнан барлығын бөліп шығыңыз. Сол кезде сіздердің күлше нандарыңыз бірдей болады көлемі. Барлығын жақсылап домалақтап аламыз да қалыпқа салып 20 минут қойып қоямыз. Бетін міндетті түрде пакетпен жауып қойыңыздар. Себебі кеуіп қалуы мүмкін 20 минут тұрған кезде. Сол үшін жабыңыздар. Және 20 минуттан кейін осылай қолымызбен ортасынан бастап домалақ ашып аламыз. Мінекей видеода көргендей домалақ етіп істейсіздер. Піскен кезде көтеріліп кетпеу үшін осылай вилкамен қатты басып жіберіңіздер. Одан кейін жұмыртқаның тек сарысын ғана пайдаланасыздар, және 1 ас қасық сүтті қосасыздар. Сол кезде сіздердің күлше нандарыңыздың беті жылтырап әдемі болып тұратын болады. Барлық жеріне жағасыздар. Мен осындай қара күнжітті пайдаландым. Егер бұндай болмаса, кәдімгі күнделікті ақ күнжітті пайдалансаңыздар болады. Егер ол да жоқ болатын болса, мақ қосыңыздар. Мақ та жоқ болатын болса, еш нәрсе қоспай қойыңыздар, өзімен ақ жасай беріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Мақта, күнжітті тұрған ештеңке жоқ, тек түрі әдемі болу үшін ғана пайдаланамыз. Қыздар, міндетті түрде пештеріңізді қыздырып алыңыздар. Қызып тұрған пеште 190 градуста 20 минут пісіріп аласыздар. 20 минуттан артық керек емес, қарап тұрыңыздар. Беті қызарады, болды, шығарып аласыздар. Шығарып алғаннан кейін бетін осындай майлықпен жауып қоясыздар. Ол біздің булочкамыздың одан сайын жұмсақ болуына әсерін етеді. Бір 5-10 минут жауып қойыңыздар, болды. Одан кейін алып пайдалана бересіздер. Өте дәмді, жұмсақ, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сізге, сіздің отбасына, барлығына ұнайды. Жасап көріңіз, ас болсын, және менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіз.